Бүгінгі күні кең таралған қылмыстардың бірі алаяқтық. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190 бабында алаяқтықтың түсінігі берілген. Алаяқтық бөтеннің мүлкін жымқыру, алдау немесе сенімді теріс пайдалану жолымен бөтен мүлікке құқықты иемдену. Қарапайым сөзбен айтқанда, алаяқтық алдау және сенімге қиянат жасау жолымен бөтен мүлікті ұрлау болып табылады. Егер де кінәлі адам алаяқтық жасаған болса, яғни қылмыстық кодекстің 190 бабының 1 бөлігінде көзделген әрекеттерді жасаса, ол 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Алаяқтықтың адамдар тобымен алдын ала сөз байласуымен адам өз қызмет бабын пайдалана отырып, ақпараттық жүйені пайдаланушыны алдау немесе сенімін теріс пайдалану жолымен мемлекеттік сатып алу саласында жасалған алаяқтық үшін аталған баптың 2 бөлігіне сай 4 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Егер алаяқтық ірі мөлшерде жасалса, алаяқтықты мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адам, не оған теңестірілген адам, не лауазымды адам, не жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам жасаса, егер ол өзінің қызмет бабын пайдаланумен ұштасса, 2 немесе одан да көп адамға қатысты жасалса немесе алаяқтық бірнеше рет жасалған жағдайда, аталған баптың 3 бөлігінде 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Қылмыстық топ жасаған немесе аса ірі мөлшерде жасалса, ол үшін осы баптың 4 бөлігінде 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Алаяқтықтың барлық жағдайында да қосымша жаза ретінде кінәлінің мүлкін тәркілеу жазасы қолданылады. Байқоңыр қалалық сотының баспасөз қызметі.